Анамның өзің жақсы болсаң, әлем жақсы деп айтатын сөзі бар еді. Сол сөздің растығына көзім жетті. Яғни мен өзімді жаман болдым демеймін, бірақ ең алдымен айналаңдағы адамдардың саған деген қарым-қатынасы дұрыс болмаса, демек өзіңде бір кілтипан бар дегенді білдіреді. Әрине, ешбір адам ешқашан өзінен кемшілік іздемейді. Мен де өз бойымнан кемшілік көрмейтінмін. Тек қана мені жақтырмайтын, істеген ісімнен мін іздей беретін енемді жаман адам деп ойлаушы едім. Қазір енем екеуміздің арамызда ешқандай кедергі жоқ. Мен ол кісіні өз анамдай, ол кісі мені өз қызындай көреді. Бастапқыда қиындықтар болған, қазір оның барлығы да артта қалды. Қазіргі күніме сансыз шүкір айтамын. Менің шаңырақ көтергеніме 5 жылдан асып қалыпты. Осы 5 жыл бойы енемнен не көрмедім? Егер мен сол кезде шыдамсыздық танытып, жылап сықтап кетіп қалғанымда, қазіргідей бақытты отбасы болып отыра алмас па едік. Қуанамын, сол кезде мен шыдамдылық танытып, енемнің көңілін табуға ұмтылғаныма. Бәрі неден басталған десеңіз, күйеуім менің артымнан 4 жыл жүгірді. Бірақ мен күйеуімді басында ұнатпадым. Қыз баланың назы шығар, соңынан салпақтап жүгіріп жүре берді. Егер қыз бала өзі қатты жігіттің өзін қатты жақсы көретін болса, өз-өзіне деген бағасы жоғарылап, кішкене тәкаппарлығы оянады екен. Мен де дәл сондай жағдай болды. Күйеуіммен алғаш танысқан сәтте ешқандай сезім болмады, бірақ ол дос ретінде сырласып, кездесіп тұруға өтініш айтқанда бетін қайтармадым. Солай екеуміз дос ретінде араласып жүрдік. Ол маған сезімін білдірген кезде мен қабылдамадым. Сонда да ол жанымнан жоғалып кеткен жоқ. Жақсы көретін білетінмін. Ал оның осылай айналшықтап кетпей жүргені мені алаңдатпады. Жүрсе жүре берсін деген оймен мен де елең етпедім. 4 жыл бойы 6 рет үйленуге ұсыныс жасады. 6-ауына да жоқ деген жауап қаттым. Кейін соңғы рет жасаған ұсынысында ол менің саған үйленгім келеді. Сені жақсы көремін. Балаларымның анасы ретінде көремін. Бірақ сенің таңдауыңа да қарсылық білдірмеймін. Сенің шешімің қандай болса сол, осы жолы мен саған соңғы рет ұсыныс жасап тұрмын. Егер тағы да жоқ десең, анам айтқан қызға үйленемін. Менің үйленуім керек. Үйдегілер асыға күтіп отыр. Ал анамның айтқан қызын мен әлі көрген жоқпын. Жақсы қыз дейді деген болатын. Маған ол кезде бәрібір болған. Оның сол сөздерде шынайы екендігіне күмәнім болмаса да, үйленсе үйлене берсін, менің не күйгенім бар деп селқос жүрген едім. Кемінде аптасына 1 рет хабарласып тұратын досым соңғы жауабымнан соң хабарсыз кетті. Арада 1 ай өтті. Қасымнан 2 елі ұзап шықпай жүрген досымның маған деген назарын сағынғаным ба, әлде бойымды қызған шалып кетті ме, мен оған өзім барып ұсыныс жасауды ұйғардым. Мен оған әбден үйреніп бауыр басып қалған екенмін. Хабарсыз кеткен соңғы 1 ай мен үшін 1 жылға татитындай. Бірақ ол кезде мүмкін үйленіп кеткен шығар, енді не істеймін деген сан түрлі ойлар кетті. Тәуекел, өзімді өзім бұлай қинағанша хабарласып көрейін. Тонымды шешіп алып қалмайды ғой деп оған қоңырау шалдым. Ол әлі үйленбеген екен. Бірақ үйленуге дайындықтарын жасап, әлгі таңдап қойған қызбен таныстырайын деген кезде мен пайда бола кетіппін. Солай көпке ұзатпай екеуміз үйлендік. Өзім оған ұсыныс жасап үйленген жайымыз бар. Қыз баланың ұсыныс білдіруі орынсыз шығар, бірақ оған тұрмысқа шыққым келетінін айтқанмын. Мұны барлығы да біледі. Одан ешқашан қысылған емеспін. Бәрі біледі дедім ғой. Оның ішінде енем де бар. Сондықтан енем мені салқын қарсы алды. Не атымда тап, не жылы шырай танытып көрген емес. Себебі белгілі ғой. Ашуын менен алады. Тамақ істесем дәмсіз есіліп кеткен, тұзы көп, майы аз деген сияқты сын қарша борайды. Анаң тәрбиелей алмағанда менен не күтесің деген сөздерді де күн сайын еститінмін. Әрине ренжідім. Неге бұлай қорлайды? Неге мені кемсіте береді? Өзі таңдаған қыз керемет келін болатындай, бәрін көріп біліп туғандай сөйлейді ғой деп ренжитін едім. Енем сөз арасында ұлына бірінші болып ұсыныс жасаған, өлермендікпен тиіп алған, намысы жоқ қыз екендігімді де айтып қалатын. Менің намысыма тиді, бірақ осы сөздер арқылы мен ширадым, алға ұмтылдым. Қалайда бақытты отбасы боламын. Өзі армандап жүрген қызды келін етпегеніне қуанатындай керемет келін боламын деп тырыстым. Мен енемнің ондай қылықтарына мән бермеуді үйрендім. Ол да
келінді болғанына әлі үйреніспеген-ау түсінемін. Мүмкін соның орнында болсам мен де солай жасар ма едім деп қана ойлап, ол кісінің жақтасы болатынмын. Күйеуім де қиналды. Өйткені анасын да жақсы көреді. Өзі сүйіп алған әзер қол жеткізген келіншегін де қимайды. Ер азаматтар көбінесе осындай жағдайда екі оттың ортасында қалып қояды екен ғой. Анасының сүйген жарын ұнатпайтынын, әрісінен мін теріп жаратпай отыратынын көрген күйеуім де басы қатып, қалай осы екеуінің арасын жақсартсам деген уайымдап отыратын болды. Мен де кейде енемнің сөздерінен шаршап, эмоциямды жасыра алмай жылап қалатын кездерім де болатын. Соған қарап күйеуім, бөлек шыққың келсе қарсы емеспін, қазір-ақ дайынмын. Анам жалғыз емес, қарындасым бар, інім де 5-6 жылда үйленеді. Анамның қолында тағы да келін болады деген сөздеріне, сен кетсең кете бер, мен ешқайда кетпеймін деп бір күліп алатынмын. Шынында да енемнің көңілін таппай, мен бөлек шыққым келмейтін. Өйткені ана мен баланың байланысына сызат түсіріп, жексұрын келін атанғаным келмейтін. Өз анам ылғи да, үлкенді сыйламаған адам ол жарытпас деуші еді. Адам болып жарытпас деуші еді. Осы сөздер әбден құлағыма құйылып қалыпты. Сондықтан ең алдымен ол қандай адам болса да, алдымен үлкен адам ретінде сыйлауды тоқтатпадым. Одан соң енем емес анам деп қабылдап, сол кісінің көңілін де күн сайын шын жүрегіммен аулап, ауырса дәрілерін беріп, тыңдағысы келмесе де сырымды айтып, кейде екеуміз ғана оңаша бір-бірімізге жақын бола түсейікші деп, күйеуімді үйге қалдырып кетіп, бірге қыдырып, анам ретінде қарап, қасынан екелі шықпайтынмын. Дүкенге барып киім әперуге ол кезде ақшам жоқ, жұмыс істемейтінмін. Кейін бірінші баладан соң жұмысқа шығып, алғашқы жалақыма енеме сыйлық алып келгенім бар. Жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады демекші. Енемнің маған деген көзқарасы қазір мүлдем басқа. Қазір мені туған қызынан артық көріп бағалап, бұрынғы қылықтар үшін ыңғайсызданып, кешірім сұрайды. Қазір берекесі тасып отырған нағыз тату-тәтті қазақи отбасымыз. Күнде ұрыс болған отбасыдан қалай елдер тамсана қарайтын отбасы шықты дейсіз. Бәрі мінезден, бәрі сенің қабылдауыңнан. Енеңді емес, өзіңді өзгерт. Сол кезде өмір де сені қалай қолдайтынын көресің.